Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын әлеуметтік көрсеткіштер. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз өмір сүру көрсеткіштері, білім берудегі көрсеткіштер және жұмыссыздық деңгейі. Кеттік. Бірінші, кез келген елдегі халықтың өмір сүру деңгейіне қатысты көрсеткіштер экономикалық қана емес, әлеуметтік көрсеткіштер қатарына да жатады. Яғни, мысалға, бір мемлекеттің экономикасы жақсы болса, ол, яғни елдегі адамдардың өмір сүру сапасы, жалпы адамдардың әлеуметтік көрсеткіштері жақсы деген мағына бермейді көп жағдайларда. Соларды қарастырамыз бүгін сіздермен. 2018 жылғы дүниежүзі елдерінің әлеуметтік рейтингісін құрастыруда 12 топшаға біріктірілген 57 көрсеткіш есепке алынған. Яғни әлеуметтік деңгейлерін көрсетуде. Әлеуметтік прогресс индексі, жаңағы 2018 жылғы индекс осылай аталады. Ол бірінші адамның қажеттіліктерін құрайды. Адамның қажеттіліктері бұл тамақтану және медициналық қызмет, су сапасы және санитария, тұрғын үй және жеке қауіпсіздік. Сосын адамның әл-ауқат негіздері, бұларға негізгі білімнің қолжетімділігі, ақпарат пен байланыс қолжетімділігі, денсаулық сақтау, қоршаған орта сапасы. Адамның мүмкіндіктері бұл жеке құқықтар, жеке еркіндік пен таңдау, толеранттылық және кеңейтілген білімге қол жеткізу жатады. Осылардың барлығы бізде адамның өмір сүруіндегі әлеуметтік көрсеткіштерге жатады. Бұл рейтингте жаңағы көрсеткіштер бойынша Қазақстан 71-ші орында алады. Ал бұл рейтингтің басын бастап тұрған бұл бізде бірінші орында Норвегия, сосын Исландия және Швейцария тұр. Бірақ Қазақстан осы 57 көрсеткіштің ішінде 5 көрсеткіш бойынша көшбасшы. Бұлар ересек тұрғындардың сауаттылық деңгейі, орта мектепке қабылданған балалар үлесі, аштық деңгейінің төмендігі, мобильді желіге қосылу және электроэнергиясының қолжетімділігі бойынша Қазақстан алғашқы мемлекеттердің тізіміне кіреді. Білім саласының көрсеткіштері. Білім саласының көрсеткіші бойынша Қазақстанда негізгі білімнің қолжетімділігі 94,6%-ды құраған. Ал ақш-та 91,8%, яғни негізгі білім дегеніміз бұл мектептегі білім. Осы мектептегі білім бізде Қазақстан халқының 94,6%-на қолжетімді. Корея Республикасында 98,1%, Бразилияда 83,7%-ды құрайды. Білім беру сапасын бағалау үшін әртүрлі көрсеткіштер көрсетіледі. Олар бірінші, білім беру қызметінің экспорты, әлем университеттерінің халықаралық рейтингілердегі орны, жоғары білімнің қолжетімділігі және қашықтан білім беру ауқымы. Алдыңғы қатарлы ұлттық білім беру жүйелері, жаңағы көрсеткіштер бойынша көшбасшы елдер. Бірінші, білім беру қызметінің экспорты бойынша көшбасшылар бұл бізде ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция және Австралия. Осы елдердегі білім беру тәжірибесі әлемнің көптеген елінде қолданылады. Яғни осылар білім беру қызметін экспорт жасайды осылай. Екінші, әлем университеттерінің халықаралық рейтингілеріндегі орны. Осы бойынша ақш және Ұлыбритания университеттері әлемдегі рейтингілерде көш бастайды. Білім сапасын зерттеудің халықаралық PISA жүйесі. Бұл бойынша бізде көшбасшы Финляндия, Корея Республикасы және Жапония жатады. Жоғары білімнің қолжетімділігі және оны алудың мүмкіндіктері. Бұл бойынша Нидерланды, Финляндия, Ұлыбритания көш бастап тұр. Қашықтықтан білім берудің ауқымы бұл бізде Қытай, Үндістан, ақш-та жақсы дамыған. Түсінікті ғой, Және осындай көрсеткіш бар, яғни мектептегі математика және жаратылыстану пәндерінің сапасы деген көрсеткіш бар. Бұл ағылшынша қысқартылып TIMSS деп аталады. Яғни осындай рейтинг бар. Бұл рейтинг бойынша 2015 жылы Қазақстан алдыңғы қатарларды иеленген.
Осы TIMSS 2015 жылғы нәтижелері бойынша көшбасшы елдер: бірінші Сингапур, екінші Корея Республикасы, үшінші орында Тайвань, төртінші орында Сянган. Сянган бұл Гонконг қаласы. Бесінші Жапония, алтыншы орында Ресей, Қазақстан жетінші орынды иеленген. Одан кейін Қазақстаннан кейін Канада және Ирландия мемлекеттері тұр. Түсінікті ғой, жұмыссыздық көпшілік жағдайда түрлі себептермен экономикалық белсенді халық жұмыспен қамтылмайды. Яғни экономикалық белсенді халық дегеніміз бұл мемлекетте жұмыс жасайтын, ақша табатын, в общем, мемлекетке пайдасы бар халықты экономикалық белсенді халық деп атайды. Осындай халық кейбір жағдайларға байланысты жұмыспен қамтылмай қалады. Және осы елдегі жұмыссыздық елдегі көптеген экономикалық жағдайға байланысты болады. Яғни жұмыссыздықтың көбеюіне немесе жұмыссыздықтың азаюына экономикалық жағдайлар тікелей әсер етеді. Ресми тіркелген жұмыссыздық деңгейі ақш-та 2018 жылы 3,9%, Германияда да 3,9%, Францияда да 9,2%-ды құраған. Жалпы халықаралық еңбек ұйымының мәліметтері бойынша 2018 жылы дүние жүзінде жұмыссыздар саны 172,5 миллион адамға жеткен. Яғни осы 172,2 миллион адамның жұмысы жоқ 2018 жылғы деректер бойынша. Қазақстанда 2018 жылы жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ға тең болды. Әдетте нақты жұмыссыздық деңгейі ресми мәліметтердегіден әлде қайда көп болады. Яғни статистика негізі көбінесе тек официальный, яғни ресми деректерді ғана қамтиды. Бірақ осы статистикаға кірмей қалған халық өте көп. Соның әсерінен ресми емес мәліметтерге қарағанда жұмыссыздық деңгейі кейбір елдерде көбірек. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.